дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклы. Анар ханым, біз енді бірден біздің тыңдармандарымызбен амандасып жатырмыз, бірақ тақырыбымыз қоштасудың түрлері деп аталады. Иә, сондай. Қоштасу туралы сөйлесейікші. Бұл керек тақырып, Нұрсұлтан. Себебі қазіргі кезде қызық қоштасулар пайда болды. Ауызша сөз дегеніміз ең алдымен ауызша сөз этикетінен тұрады, иә? Ауызша сөйлескеннен кейін сіз адамды көресіз, көрген адамыңызбен міндетті түрде амандасу керек, ол адамыңызбен кететін кезде қоштасуыңыз керек. Сондықтан осындай этикет сөздерді қазақтың мәдениетіне қатысты жақсы білген абзал. Енді қазіргі кезде бейтарап қоштасу, ол сау болыңыз. Иә. Сонан кейін сау болыңыздың формалары көп. Сау болыңыз, сау саламат болыңыз, аман есен болыңыз, келесі кездескенше аман есен болайық деген журналистердің қолданып жүргені бар. Одан кейін бізге қазір кейінгі кезде қатты ұнап жүрген тілтанушыларға жеңісті күндерде кездескенше деген спорт комментаторлар. Аман келді Сейітхан. Иә. Айтып кеткен сөзі ғой. Иә, қандай жақсы. Ізбасарлар қолдануда жеңісті күндерде жолыққанша деген, жеңісті күндерде кездескенше деген, аман болайық деген қоштасулар өте жақсы, орынды. Мынау тілді үйреніп жүрген біздің тыңдармандарымыз болса, осыларды дұрыс пайдаланған абзал. Енді кейде журналистер қауымының ішінен, енді атын атамай қояйық, дұрыс қоштаспайтындар бар. Мысалы, аттарында есімдер атамасаңыз да қоштасуларын айтып өтсеңіз, біз мысалы, бай қуатты болайық деген форма өте дұрыс емес. Дұрыс емес па? Иә. Біз бұл сөзді кәдімгі брендке айналдырып жүрдік қой. Бай қуатты болайық деп қоштаспайды. Қазақтар қоштасқанда бақуатты болайық дейді. Енді бұл тілек. Бұл қоштасу түрінде ұсынылған тілек формасы. Бақуатты болайық дейді. Бақуат деген ол араб сөзі, ол да сол қауқарлы, күшті деген мағынаны білдіреді. Енді оны бай болайық деп қазақтар айтпайды, өйткені бай болайық деген сөз ең бірінші кезекте қазақтың санасына материалдық байлықпен ассоциацияланады. Ал ол материалдық байлық қазақ үшін ешқашанда бірінші құндылық болған емес. Болса болған шығар, бірақ ол рухани құндылықтан кейін екінші орында тұрады. Мысалы, денсаулық сияқты, амандық сияқты құндылықтардан кейін барып, Абай айтады ғой, махаббатсыз дүние дос, хайуанға оны қосыңдар дейді. Махаббатсыз дүние бос деп жазып кеткен мәтіндерде, бірақ олай емес, махаббатсыз дүние дос дейді. Яғни жүрегінде махаббаты жоқ адам дүниемен дос болады дейді. Дүние деген материалдық заттар. Сол махаббатсыз дүние дос, хайуанға оны қосыңдар деп Абай бекер айтпайды, ол халықтың көзқарасын білдіріп тұр. Сондықтан бақуатты болайық деп қоштасу керек. Енді қоштасқан кезде де, мысалы, орыс мәдениетінде всем привет, пока дейді. Ешкіммен араласқысы келмейді, ешкіммен қатысы жоқ, өз жұмысымен айналысып жүрген адамның әңгімесі. Всем привет, пока. Всем привет, пока деп қоштасып кетіп қалады. Енді қазақ мәдениеті өте контекстуалды дедік қой. Сосын кейін прагматикасы өте күшті дедік. Егер сіз қоштасып отырған аудиторияда үлкен адамдар болса, олармен ерекше қоштасу керек. Сау болыңыздар деп кетіп қалғандан гөрі, жақсы аға, аман есен болыңыз, келесі кездескенше деген сияқты ізет сақтау керек. Үлкен адамдарға ең бірінші айтылатын тілек аман болыңыз, аман жүріңіз. Саулығын тілейді. Саулығын тілеп қоштасқан жақсы. Құр сау болыңыз деп қоштасудан гөрі оған қоса бір тілектерді айтқан абзал. Енді жылы қарым-қатынаста болған аудитория болса, солай қоштасқан. Енді әрине сіз бірінші рет көріп тұрған және ресми қатынаста болсаңыз, онда сау, саламат болыңыздар, келесі кездескенше, іске сәт деген сияқты тілектермен аяқтаған жақсы. Кездерде де осылай сөйлеген дұрыс қой. Мысалы, бағана привет, пока деген сөзімен бір түсінгенім, азаматтар қазіргі тілмен айтсақ, бір офиста күнде жұмыс істейді. Бір мекемеде таңертеңнен кешке дейін отырады, сондықтан олар бір-біріне жақсылық тілейтінін біледі ғой. Үнемі айтып жатпайды, аман бол. Привет, пока деп жай айта салған түрі шығар. Енді ол орысша привет, пока дегеннен гөрі сау болыңыздар, аман болыңыздар, келесі кездескенше, ертеңге дейін күн жақсы деген сияқты тілектерді қазақша қоштасуды қазақша айтқан абзал. Әрине күнде көріп жүрген адамыңызға тілек тілеп отырмайсыз. Ол өзі ауызша сөз этикетінің күнделікті қарым-қатынас формасындағының бір ерекшелік сонда. Үлкен официоз дейді ғой енді. Ресмилікті, субординацияны тағы басқан қажет етпейді. Жақсы, рахмет Анархан. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған.
Алматы қаласы 2015 жыл.